Көліктік логистикалық инфрақұрылымдарды дамыту микроаймақтарды хабтар қағидаты бойынша қалыптастыру аясында жүзеге асырылады. Оның үстіне инфрақұрылымдық қаңқа Астанамен және макро өңірлерді магистралды автокөлік, темір жол және әуе жолдарымен шұғыла қағидаты бойынша өзара байланыстырады. Енді келесі автожолдар жобалары жүзеге асырылу қажет. Батыс Қытай, Батыс Европа, Астана Алматы, Астана Өскемен, Астана Ақтөбе Атырау, Алматы Өскемен, Қарағанды Жезқазған Қызылорда, Атырау Астрахань. Елдің шығысында логистикалық хаб және батысында теңіз инфрақұрылымын құруды жалғастыру қажет. Батыс бағытта Каспий порт арқылы экспорттық әлеуетті арттыруға, Құрық портынан ауқымды паром өткелі және Боржақты Ерсай теміржол желісі ықпал ететін болады. Үкімет Қытай, Иран, Ресей мен Еуропалық одақ елдерінің құрғақ және теңіз порттарында терминалдар салу немесе оларды жалға алу мәселесін ойластырады. Қазақстанның жаңа экономикалық саясаты Нұрлы жол. Нұрлы жол болашаққа бастар жол.